Ассалаумағалейкум әлеумет. Біз өткен жолы даналық дариясы деген тақырыпты бастағанбыз. Абай Шәкәрімнің ілімдері туралы жалғастырамыз. Былтырда айтылған, биыл мынау екінші сабағымыз болады. Өткен жолы бірінші тақырыпта Абайдың нақылия және ғақылия ұғымдары туралы сөз еткен едік. Бүгін соның жалғасы ретінде өз Абайдың екі кітабы бар, қара сөзбен. Біреу ғақылия деп аталады, біреу ғақылият тастиқат деп аталады, қысқаша тастиқ. Сол бүгінгі негізгі әңгімеміз сол тастиқ деген кітап төңірегінде болмақ. Қасында тұрған менің шәкіртім, жас абайтанушы Абылайхан Нұрланұлы. Ол кісі сұрақ қойып, екеулеп осыны түсіндіруге тырысамыз. Себебі бұл өте үлкен еңбек, Абайдың ең көлемді еңбегі, мазмұн жағында да ең түсінуге ауыр, қиын, сондай бөлек еңбек болып табылады. Біз өткен жолы нақылия мен ғақылия туралы өттік қой. Сол туралы нақылия деген не, жаңағы сырттан көп қабылдаудың ғақылия, сол туралы тағы бір еске түсіріп тоқтауға кетсеңіз. Дұрыс айтты. Енді кейбір адамдар өткен жол тыңдады, кейбір тыңдамады, сондықтан қысқаша айтып өтейік. Қиын ғой енді бұл бірден. Бұл нақылия мен ғақылия деген ол неден шығады? Абай атамыз жетінші сөзінде айтпай ма? Жас бала анадан екі мінезбен туады дейді, деп бастайтын сөзі бар ғой. Сонда айтады, дүниенің дейді, көрінбейтін һәм көрінетін сырларын білу керек. Сонда сенің адамдықтың орны болады деп бір өте маңызды сөзі бар. Сонда қараңыз, дүниенің көрінбейтін сыры бар, және көрінбейтін сыры бар. Екі бөлек нәрсе. Сол көрінетін сырын ашуды нақыл дейміз. Түсіндіріп айтуды. Көрініп тұр саған, сен оны ұғаласың ақылыңмен. Көрінбейтін сыр бар. Көрінетін сырды жеткізу ол да ілім үлкен. Нақыл дейміз, нақылия. Көрінбейтін тылсымдық, жаңағы ғайыптан келген дүние өте күрделі нәрсені ғақылия ілімі деп, міне осы ерекшелікті есте ұстау керек. Екеуінде түбі ақыл деген сөз тұр. Ақыл не істейсің? Адам баласы ақылын жұмсап барып біледі, немене болса да, осы көрінетін дүниенің сырында, көрінбейтін дүниенің сырында. Сондықтан бүгінгі тақырыбымыз мына дүниенің көрінбейтін сырына қатысты болады көбінесе, ғақылияға. Енді біз нақылия туралы өткенде біраз нәрсе айттық қой. Ғалымдарды мысалға келтірдік, жаңағыдай оқымыстылар, ағартушылар деген сияқты. Енді бізде енді кітап тастиқ деген Абай атамыздың еңбегі бар. 38 қара сөз деп жүр қазір. Сол осы кітап тастиқ туралы осы қандай мақсатпен жазылған, бұның жалпы бізге беретіні қандай? Бұл әңгіме былай ғой. Абай атам 1891 жылдан бастап жаза бастағанда қара сөзді аты ғақылия деп қойған. Ғақылия деген бірден ақ ол кісі әңгіме дүниенің көрінбейтін сырын айтам деген мағынада. Сонымен ғақылия деген алғашқы кітабын бітіреді, ол 6 жылда жазылады. Онда оның ерекшелігі ол қазақтың мінезін түсіндіріп, қазаққа сын айтады. Адам болудың мәнісі мынандай, Алла тағаланы тану, иман деген немене барлық тұрады. Бірақ екінші кітабына келгенде, ол 97 жылы ананы бітірді, 98 бір жылдай үзіліс. 98-дің соңы 1899 жылдың басынан осы екінші ғақылият тастиқат отырады. Бұнда ғақылият деген сөзден басталып көрдің бе? Бұл да ғақылия. Бірақ ана ғақылия қарағанда бұл ғақылия өте тереңірек, өте ауқымдырақ. Оны алғашқы ғақылия кітабы қазақ ұлтына, өзінің ұлтына көбіне айтылса, қазақ. Мұна екінші ғақылияты ол бүкіл әлемдік деңгейге шыққандық. Хакімдік деңгей. Хакімдік әлемдік проблемаларды айту, жеткізу. Бұл әрине тек Абай сияқты данышпанның ғана қолынан келетін шаруа. Сондықтан екінші осы қазіргі сөз болатын осы ғақылият тастиқаттың мақсаты, мазмұны. Сол мақсаты мен мазмұны сол туралы. Ол бірден Абайдың барлық жазбасының барлығы мақсаты ол адамдық, адамды адам қылу, көтеру, санасын көтеруге арналған. Мұна тастиқында сол сананы көтерудің ең түпкі себептерін, түпкі іргетасын алып ашып береді. Біз сананы көтеру деген ол оңай шаруа емес, құр ғана айта салған болады, мақал мәтелмен, аят хадиспен. Бірақ сен ең түпкі себебін айтып жеткізу ол басқа әңгіме. Негізді, Негізгі. Мына қараңыз, мысалы үшін тұз бен қантты алайықшы.
екеуін қарасаң екеуі де аппақ, айыра алмайсың. Иә. Ол айыру үшін не істеу керек? Дәмін көру керек. Міне абайдың екінші ғақлияты міне сол дәмін көруді үйретеді. Сонда ғана сен сыртын көріп айыра алмайсың. Мен жақсы айырып деген сен жай сөз айыра алмайсың сен оны, пока өзің сезінбей. Бойдан өтпей, иә? Бойдан өтпей, жүрекке сіңірмей, ондай ғақлияға жету жоқ. Мына еңбектің үлкен жаңалығы сол сенің жаңағындай сыртқы емес, ішкі дүниеңе әсер етіп мінезіңді түзеу. Адам жан дүниесін емдейді ғой. Иә, жан тамағын беру. Сондықтан бұның мақсаты сол адам болу деңгейін жаңағындай ғақлияға ішкі. Және де осы китап тасдиқта не жазылған ғой? Толық адам білімі. Иә. Толық адам деңгейі. Мұнда көп не бар. Мұнда егер таратып айтсақ, бұл бірнеше кітапқа жүк болатын әңгіме. Бұны уже қазақтың оқымағаны, талдамаған жоқ қазақтың данышпаны Мұхтар Әуезовтен бастап, бірақ бәрі де тісіміз батты деп айта алмаған әңгіме. Мұнда өте құдайлық, илляхи әңгімелер. Сондықтан енді бізде және де осы китап тасдиқтағы жаңалықтар бар ғой, Абай атамыздың ашқан. Солар туралы жалпы тоқталып кетсеңіз, қандай жаңалықтар? Өйткені тасдиқ деп айтқанмен енді ол не бар деп оқымаған адам әрине бұл өте қарапайым халыққа жеткізіп айту оңай емес. Бұл өзі айтып отырмын, жаңағы философ ғалымдардың өзі әлі ашып жете алмады түбіне. Сондықтан түсінікті болу үшін алдымен бұның мазмұны туралы айтып кеткен жөн. Бұл мазмұны өзі жайдан жай жазылған нәрсе емес, келген нәрсенің кіріспесі болады, негізгі бөлім болады, қорытындысы болады. Міне сонда Абайдан бұның кіріспесінде айтады. Не үшін жазып отырған? Баланы дейді, кішкентайынан ғылым білімге үйретіп адам болуға тәрбиелеу керек деп айтады. Ол ұстаздан болады, ол ата-анадан, ол қоршаған ортадан. Егер де осы моментті жібере алсақ дейді, кішкентай кезінде жіберді, ол қиянатқа салынады, одан кейін түзету өте қиын болып кетеді дейді. Ол қиянатшыл адам болып кетеді дейді. Сондықтан бұл тәрбие, бала жасынан тәрбиенің керектігін айтады кіріспен. Жастайынан. Жастайынан. Одан кейін екінші айтатыны, бұның мазмұны қандай болады? Сол ілімнің, адам болу ілімінің мазмұны қандай? Біріншіден дейді, Алла тағаланы танымақтық. Құдайды тану. Екіншіден дейді, адамның өзін тану керек. Сен өзіңді 40 жыл, 50 жыл асар омар беріп жүрсің, бірақ сен өзін танымай өлесің, сол танымайтын. Өзін тану керек. Үшінші тану дейді, ол жарық дүниені тану. Оны кәдімгі өзіміз күнде көріп, су, ағаш, ай, аспан түгелін білу керек, тану керек. Осы үш танымақ. Қалай тануды осы дүниені тану керек. Дүниені тану керек. Дүниені танудың қазір мектепке 1-ші класс, 10-шы классқа бәрі дүниені тану. Онда басқа жоқ. Оны химиядан бастаймыз, физикадан жалғаса бәрі дүниені тану. Сонда осы үш танымақ адамдың негізгі жан азығы шөуді. Жанның тамағы. Егер де оған осы шөуін білуге талпынбаса адам, ол өте төмен деңгейге түсіп кетеді. Хайуани деңгей. Солай деуге де болады, себебі ол ішіп жеуден басқаны біле алмайтын адам болады. Міне сондықтан осы тасдиқтың мазмұны немене дегенде, жаңа осы үш танымақ кіреді. Тағы да айтайық, Алла тағаланы танымақ, өзін танымақ, дүниені танымақ. Осы үшеуін танығаннан кейін дейді, адам баласы жақсы мен жаманды айырмақылыққа жетеді. Сен нағыз адамдық биікте жүресің, сен ештеңе құлата алмайды. Сен білімің бар. Сен ешқандай еліктемейсің де өзің жолын табасың. Сондықтан көрдіңіз бе осындай үш нәрсені. Сондықтан осы жаңағы айтылған нәрсеге сәйкес мазмұны кете береді. Бұнда сонда Алла тағаланы танымақтық дейді, өзін танымақтық бұл адам негізі өзін таныса ғана өзгелер тани алады ғой негізі. Солай. Өзін тану деген өзінің жан екеніңді сену, білу. Бұл өте маңызды. Енді ашқан жаңалықтар деп отырмыз ғой. Біз Абай әлемнің ой алып, Абай хакім деп көп айтамыз да, дәлелді көп айтпаймыз. Айта бермейміз. Не үшін кемеңгер ол? Неге ол айрықша? Абай бап. Басқа ақындардан ерекше. Жоқ, жүздеген мыңдаған ақын адамдар көп қой қазақта. Бірақ ешкім Абай бөлек тұрады.
Сондықтан оның себебі абайдың мынау көзі ашылып, ол ана хакімдік деңгейде ойлап жазғандығы, иә? Жаңа сол деңгейде жаңалық ашқандығы. Жаңалық деген ол бүкіл адамзатқа ортақ. Мисал дейді, Алла тағаланы танымағында 8 суббытия сипаты бар Алланың дейді. Құраннан белгілі, бәр жерде белгілі. Библияда да жазылған бәрі. Бірақ 8 сипаты болды, әрі қарай адамзат оны айыра алмайды. 8 дейді, бәрі бірдей сияқты болмайды. Абай атамыз олай емес дейді. 8 сипаттың ішінде ғылым, құдірет дейді, бәрі қозғап отырған. Ең бастысы ғылым. Қалғандар соның төңірегіндегі серіктер, жерді айналып жүреді ғой, бір күнді айналып жүрген планета. Сондықтан ғылым, құдіретке мән беру керек. Адамның, қоғамның өмірді айналып келген ғылымға қатысты деген қорытынды шығарады. Көрдіңіз бе? Расында да солай. Ғылым болмаса Жапон болар ма еді? Ғылым болмаса қазіргі Америка, басқа халықтар озып кетер ме еді? Жоқ. Тек ғылыммен. Ғылымның арқасында. Ғылымның арқасында осылай жүре береді, жақсара береді ғылым. Сондықтан абайдың жаңалығы Алла тағаланы танымақ деп осы ғылымды айтады мені. Ғылымнан барып қалған жаңағы жетеу соның айналасында табылады. Бұны ислам ғұламалары да, басқа әлем ғұламалары да айтпаған нәрсе. Көрдіңіз бе? Міне біз осында жеткізе алмай жүрміз. Одан кейін екінші жаңалығы өзін танымақ тақырыбында. Өзін танымақ, біз кәміл адам деп білеміз, исламда кәміл адам, жетілген адам болды, әрі қарай білмейміз, қайда, не үшін кәміл. Әйтеуір сопы болып тарихатта жүре берсе болды, кәміл адам болады дейміз, түсінбейміз. Жүйесіз ислам. Жүйесіз ешқандай ар жағында не жоқ. Себебі салдары көрінбей тұр. Сол Абай атамыз осыны жаңағы Алла тағаланың ең басты 3 сипаты қылып анықтап береді. 3 сипаты қылып. Бірінші ғылым дедік қой. Екінші әділеттілік, үшінші жаңағы не? Не дейді? Ғылым, әділет, рақымшылық. Осы үшеуі. Мейірбандық. Осы үшеуі дейді адамға дарыған. Титтей ғана нәрседе болса да. Зәрадай деп айтады. Зәрадай осы үш нәрсе адамда бар. Соны жетілдірген адам, осы үшеуін. Ғылымын жетілдірген, жаңа мейірімділігін, әділеттілігін жетілдірген адам, ол толық адам болып саналады. Сол сипаттар болса я бойда, я? Сол сипаттармен келеді. Неге төртеу емес, неге бесеу емес сипат, үшеу ғана. Ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек деген бәрі осыдан үшеуден Алланың даралық сипатынан адамның да сипаты пайда болады. Міне осыны дәлелдеп береді Абайдың, бұл үлкен қиын сөзді айтылған. Оның бәрін айтып жатсақ ұзаққа кетеміз. Бірақ мәселе сол айтайын деген Абайдың жаңағы бұрын орта ғасырдағы ғұламалар да Ғазалиден бастап Фараби де болсын, осыны айтпаған жаңалық бұл. Біз айтып отырған жаңағы толық адамның, кәміл адамның үш сипаты қайдан келген, және олар не үшін екен, Абай ашып береді осында. Үш қасиетті. Үш қасиетті. Түп төркінін, және оның қайдан шығып отырғанын. Осындай жаңалықтың өзі, осы айтқан екі жаңалықтың өзі, ол бүкіл Абайдың Абай екендігін кемеңгер Конфуций, Гетенің бәрі оның қасында демалады, шын айтқанда. Дәл осындай жаңалық шығып жақындаған жоқ. Сондықтан енді бұдан басқа қандай дәлел бар? Осы тастиқ арқылы біз Абайды, әлемнің Абай екенін прям 5 саусақтай қылып дәлелдеп бере аламыз. Мен өзім бұнымен көп шұғылданған, көп мақала жаздым. Енді әрі қарай қандай сұрақ? Бізде енді осы жаңағы осы тастиқтан әрі қарай осы тастиқ еңбегі бар ғой, Абай атамыз сонымен үш анық шәкәрім бабамыздың. Соның арасында қандай бір байланыс, үндестік бар, соны бір айтып кетсеңіз, өйткені үш анық қай кезде жазылған, соны бір айтып кетсеңіз, ол туралы да. Иә, дұрыс айтасыз. Енді өз болдырғанда Абай қасында шәкірт шәкәрім, енді екеуінде екі бөлек дүниетаным болуы мүмкін емес қой. Иә. Екеуі де әлемдік деңгейге көтерілген, бірін өлеңін білетін, Абайды анық түсінген шәкәрім бөлек бола алмайды. Арасын сабақтастық, иә, іліктестік міндетті түрде. Соны біз қазір үш анықты көп айтамыз, бірақ Абаймен байланыстырып айтпаймыз. Байланыстырмаймыз. Өз алдынан мен үш анық дейміз. Қазір айтып жүрміз, былайша айтқанда, Құдай бар, жан жоғалмайды енді мәңгі. Жан жоғалмайды. Үшінші әлгі арождан екі дүниеге де керек дегендей.
Ждан, совесть. Ждан екі дүниенің азығы дейміз. Шаңқ деген осы деген. Шындығында осы айтылып жүргенде бұл да бір вариант. Бірақ шындығында егер де мына Абайдың тастығымен байланыстырып екеуін бірге қарастырсақ, басқашалау әңгіме шығады. Басқашалау. Біріншіден Құдай барымен жан жоғалмайды деген бір нәрсе. Құдай бар болса, ол жан да бар, жан жоғалмайтын, ол өзіне оған доказательство керек емес. Бір. Сондықтан ана жаңағы шәкәрім шанық дегенде ол айтып отыр, бірінші анығы Құдай бар деп, дұрыс. Және осы бірінші анық қана жан бар деп бірге кіреді, бөлек емес. Бірге кіреді. Бірге кіреді. Себебі екеуін айыруға болмайды. Жан жоғалмайды деген, Құдай бар дегенмен бір, Құдай жоқ десе, екеуі бір нәрсе. Жан мен Құдайды ажырата алмайсың. Ажырата алмайды олар. Бір. Сондықтан екінші арқы немене деген әңгіме шығады. Екінші анық, жаңа Абайдың өзін танымақтық дедік қой. Бұл шәкәрімде әруақтарды тану. Жаңағы мұсылманда бәрсақ дейді. Адам өлгеннен кейін рухқа айналады. Оның тәні жоқ, бірақ ақылы бәрі қалған өтеді о дүниеге. Міне осы маңызды. Екінші әлгі жан жоғалмайды емес. Мұны адамның әруақ болатыны екінші анық. Сен өлгеннен жоғалып кетпесің, әруақ боласың. Жон пері сайтан деген рух әлем өзі үлкен бір әлем. Сол екінші анық. Абай да өзін танымақтық деген соны айтып отыр. Өзін танымақтан сен денің өзі сөйледі, оған бекі дейді. Ақыл мен жан мен өзім ол әруақ әлеміне кетеді, әруаққа кетеді. Сонда міне екеуінің ұқсастығы. Бірінші Алла тағала танық, екеуіне де дұрыс. Екінші адам өлгеннен кейін әруақ болады деген анық. Абай да айтып отыр, шәкәрім айтып отыр. Менің оған дәлелім мына Шанық кітабының 1/3 осыны дәлелдеуге арналған. Телепатия, спиритизм, магияның бәрін дәлелге келтіріп, не үшін айтып отыр? Не үшін айтып отыр? Тұқымдастық жолы бәрін келтірді. Туын айтып отыр, оны не үшін айтып? Ол әруақтар әлем барлығын дәлелдеуге келтірді. Яғни екінші анық, осы әруақтар әлеміне сенің өлгенің сонда өтетінің. Бұл қазаққа өте жақын, ұғынық нәрсе. Енді Мұхтар Мағауин ағамыз айтты ғой, әруақ жоқ жерде қазақ та жоқ деді. Біз өмір бойы осы әруаққа Құран бағыштап, әруақ деп келеміз, бұл ақиқат деп санаймыз. Міне, енді үшінші аныққа келік. Үшінші анық. Ждан. Жоқ, үшінші анық ждан емес. Үшінші анық босырады. Қателесті. Үшінші анық деген Абай айтып отыр, дүниені танымақ дейді. Осы оны білді отыр, дүниені танымақ. Күн қалай батады, келеді, осы әлемді бәрін білу, ол міндет адамға. Шәкәрім деді дүниені танымақ. Ол дәлел келтірді. Мына дүние, сен дүниеде пайдалы нәрсе істеуің керек. Не үшін келдің? Жаның тіріңде қоғамға пайда келтір. Дүниені таны, дүниеге оқы біл, неменеге оқы білесің, сен бірден о дүниеге дайындалсың. Осы дүние танымақ деген шәкәрімде де бар, Абайда да бар. Үшінші анық осы дүниені танымақ. Енді жаңағы Аружанға оның қандай қатысы бар десеңіз, осы үш танымақты сен егер білгеннен кейін, өздерің шамасында, сен жаңа қант пен тұзды айырғандай, жақсы жаманды айыра бастайсың. Сонда білесің, ождан керек екенін, түсінесің. Ол яғни ождан деген отырған ол жаңа білімнің нәтижесі. Сен алманы пісіп тұрған көрдің, енді алманы алып үзіп өсіргеннен кейін жейсің ғой. Піскені. Сол нәтиже сенің ожданың жаңағы. Сонда білімнің жүрген жолдың нәтижесі. Нәтижесі, ол нәтижесі. Жаңа Абайда жаңа үш танымақты айтады да, төртінші нәтиже ретінде айтады. Жақсы жаманды айырмақылық дейді. Осыған келгенде нәтиже содан. Сен өміріңді қалай сүруді білесің. Сен ешкім алдай алмайды. Қазақ айтады ғой, дүние деген жалғанға, ей адамзат алданба деген әңгіме. Сен алдан алмайсың, біліп тұрсың. Сен сол үшін үйрендің, сол үшін мешітке бардың. Неменеге уақыт өткізесің? Үйрену үшін. Жан азығы, жан тамағы үйрену, білдің. Енді білдің бе, соның нәтижесі сен айыра аласың, түзу жолды біліп тұрсың. Сен басқалар ұстаз боласың, өзің адасу түгілі. Шәкәрімді айтып отырған сол ұждан,
екі дүниеге азыр екен, сен уже жүрегіңе сіңесің, білдің дейді. Бұл нәтиже. Бұл үшінші анық бұл емес, ол жаңағы алдыңғы үш анықтың нәтижесі. Результат еді ғой. Солай деп ұқсақ, сонда біз Абай мен Шәкәрімнің арасындағы байланысты бірден түсінеміз. Анау аға ғұлама, мынау іні ғұлама. Екеуінің арасында айырмашылық жоқ. Себебі ақиқат бір ғой, мәселе сонда. Сонда құнды білім беріп тұр ғой бізге. Иә, білім осы білімді өте маңызды. Үшеуі де керек деген жаңа. Сонда біз батыстың да адам бола аламыз, шығыстың да адам бола аламыз. Себебі шығыста айтады ғой, дүниені тану қажет емес, ол шарт емес. Ең басты ана о дүниені тану. Мына теория бойынша, Абайдың теория бойынша, ол да керек. Екі жақта да қарастырылады. Көрінбейтін дүние де керек, көрінетін дүние де керек. Екеуі де керек. Сонда шуанық дегенде осындай жаңа сипатта біз айтып жеткізе алсақ, сонда Абай мен Шәкәрімнің ілімі бірігеді, бір тұтастанады олар, бір тұтастанады. Өзі мына Жұдан деген негізі ар ілімі деп Шәкәрім айтады ғой. Ар ілімі сол ихсан деп айтады ғой, ұсматы. Сол ғой адамның арға билету. Иә, ихсанның алдында бірақ иман тұр ғой. Иман, ислам. Иманға дейін келеді. Иман келеді, жаңағы сен білгеннен кейін. Алла тағаланы өзің танып, мына дүние де Алланың шаруасы. Мына дүниені Құранның екінші Құран дейді. Бұл табиғат арқылы адам зат үйренеді. Ғұмыр өзі хақиқат деп айтады ғой. Ғұмыр өзі хақиқат дейді. Ғұмырды ешқашан да керек емес демейді. Суынбайды. Керек емес, бұл керек дүние. Алланың жаратылысы бұл да, көрінісі. Сондықтан осы үшеуін білу иман болады. Иман әкеледі саған. Одан кейін сен жаңағы жасаған ихсан, соның нәтижесі. Сен басқаша жасай алмайсың, сен имандысың, ғана көп біліп білсің. Ешқандай соғыста ашылмайды, ешқандай ядерный бомба жармайсың, сен ихсан тек істейсің. Осы үш анықта сол туралы айтады ғой, адамдар қайтсе бауыр болмақ деп, қайтсе сондай мәселе туралы бір қозғайды ғой. Шәкәрімнің де айтып келіп дәл осыған түйетіні сол, мына адамшылыққа, жаңағы Оңжылан деген ар-ілімі деген адам болу мәселесі тіреледі. Әйтпесе неменеге керек, Құдайды немене үшін танисың, неменеге ғылымға уақытыңды бөлесің, өнерге. Оның тамақ асырау үшін ғана емес, тамақты ол кез келген адам асырайды ғой, оған білім керек жоқ. Сол адамшылыққа келеді, иманның дұрыс болғаннан кейін ихсан соның нәтижесі болады. Сондай бұл кезде сонда Шәкәрім осы шаңқы жазған кезде бұл кісі де хақым дәрежеде болған ғой. Шаңқы жеткенде хақымге қарсаңында болған, бұл кісі ғұлама ретінде, ғалым ретінде зерттеген ғой. Батыстың ананы айтқан мына сілтеме жасап, ғалым, сол ғалымдан өскеннен кейін сен хақымге жетесің. Хақымге осы табалдырық. Ал осы шаңқ қазір негізі толық па? Неде бар ғой кітап? Шаңқта мен өзім ойлаймын, өзім менің жеке пікірім шығар. Бұларды үзіліп кейбір жерде қалып қойған. Себебі бізге жеткен сол Ахат Ақсақалдың жазбасын жетіп отыр. Нақты түнісі болмағаннан кейін Абай Шәкәрім атамыз міне мынау бірінші анық мынау еді, мынау екінші анық мынау еді, үшінші анық ана деп жазып кетуі де мүмкін. Ондай жер жоқ. Біз өзіміз болжамдап тұспалдап отырмыз, мысалы. Біз алдыңғы шаңықты жаңа сіз айттыңыз ғой, сондай әлі күнге сөйтіп жазып жүрміз. Менің айтып отырған жаңаша нұсқа айтып отырмын. Себебі мен Абайға сүйеніп айтып отырмын бұны. Абайдың тастих кітабы фундаментальный, бұл ғайыптан келген, ол ешқашан тозбайтын, ешқашан түзетуге жатпайтын ақиқат, тастих. Сол тастихпен сүйеніп айтқанда, мына шаңықтың жаңағы жұмбағы, шаңық қайсы екені сәуле түсіреді. Тастих бұл шындық қой, Тастих деген өзі сыдық деген сөз деп атады. Сыдық деген шындық. Арабтар сыдық дейді, қазақ шындық дейді. Тастих деген сол шындықты дәмін татып білу. Түпкі ақиқатқа жету. Негізге. Айтпағанда әркімнің өз ақиқаты бар, әсіресе материалдық әлемде ақиқат деп көрінген нәрсені айтамыз. Ақиқат деген ол жаңағы үш анықтан ғана туындайды. Құдайдың бар екендігі, сен өзің жан екендігің, әлгі неге рухқа айналатының. Одан кейін мынаны дүниені мойындау бар екен. Енді бар ғой, бұл дүние қалай жоқ дейміз. Осы тастих, осы үшеуін таныту саған. Шәкәрімде ғылым деп уды жегізді дейді ғой, тапқызбай қойды негізді деп, сол негізгі нәрсені
Иә, айтпай, біздікі мұны қазіргі оқу ағарту шаруамыздың бәрі біздікі дүниені тану ғана. Иә. Ана иман деген далада қалды. Сондықтан солақай білім. Оның адам диплом бар, тамаша маман болса да, ол жарым болады. жарым болады, ол қателеседі. Өзі де бақытсыз болады. Халқын да жарытпайды. Жақсы да болуы мүмкін, Нобель алуы мүмкін, бірақ көбінесе ол көп қате жасайды да, жемқорлыққа салынып кетеді. Оның ішінде діңгек жоқ, сенім жоқ, иман жоқ қой. Сондықтан олай да бұлай да болады. Жалпы бүкіл ұлт, халық адасып жүреді, сол тобыр бір отар қойды қалай қарайды, солай қарай бұрылып жүре береді, сол сияқты жүре береді. Жеке адамдар шығу үшін мынандай ілім керек. Енді осымен үлкен әңгіме, бұл тәсіптен өте күрделі еңбек, сондықтан елді де шаршатпай осы бүгінгі сабағымызды аяқтасақ. Халқымызда, жұртымыз тыныш болсын. Мына Абай облысының жұртшылығына айтарым болса, Абай атамыздың іліміне сүйеніп, Абай атамыздың тойы 2 ай ғана қалды. Осы абайша ойланып, абайша өмір сүруге Алла нәсіп етсін. Осы Абай атамызды шын рухани ұстаз көсемдеп мойындауымыз керек. Жақсылықта жүздесейік. Сау болыңыздар.